Ағаларымыз насылдың. Иә, енді сәл қиындау тақырып, бірақ айта кету керек. Біздің елімізде Бағила Балтабаева деген әпкеміз бар. ЛГБТ-ға қарсы күрес жүрген, бірақ немен күрес жүрген білем, ол кісінің арқасында кім тұрып, мен енді ол зерттеген жоқпын, маған ол тақырып қызық емес, маған мына тақырып қызық. Қыз текелер мен еркек шоралар. Тоқтар Абыздың ақиқат кітабында ақ пен қарамен астын сызып тұрып жазылған. Ол ешқандай да ауру, дерт емес. Ол қанмен, қан бұзушылығынан, шежіре бұзылғаннан сондай ұрпақ туылады. Оны тек шежіре заңы ғана жөндей алады. Құдай бере саған соңғы 100 жылда, соңғы 120-150 жылда қалай орыс біздің елімізге табан тіреді, содан бері бұзылып келатырмыз. Біздің тілімізде, біздің дінімізде, біздің салт дәстүрімізде, біздің тұрмыс тіршілігімізде көбі 180 градусқа өзгерді. Соның салдарынан шежіре заңы жайында қалды, ана тіліміз ақсап келеді, тәңір дініміз күлкіге айланып келеді. Енді білетін мен дейтін қазақтар әйтеуір сақталып келеді. Толерантты, болмаса жаңағыдай космополитті, көзі ашық, асфальт пен бетон үйлерде өмір сүретіндер, оларға бәрі бір. Ұлт не, тіл не, дін не. Мен оларды сөкпеймін. Спид таралып жатыр, болмаса баланы асырап алады. Еркек шора мен қыз текелерге мен ешқандай да бір өкпе назым жоқ. Өйткені адами тұрғыда қарағанда олардың өздеріне былай қарасаңыз әке-шешесінен деккі жеген, қоғамнан деккі жеген. Енді келіп олар өз алдына бір тобыр тайпа болып бір жерде жаңағыдай сол 14 ақпанда бір жиналып қабет, бейшаралар енді тағы бір жерлерін арттарын аймандай ашып жатыр. Мен ойымша бұл жеке өмірге қол соғушылық. Біздің елде йогава да бар. Біздің елде неге мысалға исламның жамиіне барып, сендер қара жамылдыңдар, сендер осындайсыңдар, неге солай тиіспейді? Сұрақ. Оларды қазақ мемлекетіне мысалға қайшы нәрсе ғой. 19 бап қайда кетті сонда, зайырлы мемлекет деген. Сондықтан бұл жерде әр нәрсенің екі жағы бар.